11-ші дәріс. Оқушылардың өзіндік жұмысы. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, өзіндік жұмыстың дидактикалық мәні мен маңызын ашып көрсетіңіз. Ол оқушының танымдық және тұлғалық дамуына қалай әсер етеді? Екінші, өзіндік жұмыстың негізгі жүктелу түрлерін, мысалы, орындау сипаты, басқару деңгейі бойынша атап, әр топқа сипаттама беріңіз. Үшінші, өзіндік жұмысты ұйымдастырудың дидактикалық шарттарына мақсаттылық, шамалық, жүйелік, даралау, толық түсініктеме беріңіз. Төртінші, мұғалімнің басқарудағы негізгі қызметтерін жоспарлаушы, кеңесші, мотиватор, бақылаушы жіктеп, олардың әрқайсысының маңыздылығын дәлелдеңіз. Бесінші, өзіндік жұмысқа қойылатын негізгі талаптар қандай? Өзінің тиімділігін арттырудың әдістемелік жолдары неде? Алтыншы, сабақтағы аудиториялық және сабақтан тыс өзінің айырмашылығы мен ұқсастығын салыстырмалы түрде түсіндіріңіз. Жетінші, АКТ, яғни ақпараттық коммуникациялық технологиялар құралдарын қолдану өзінің тиімділігін арттыруға қандай мүмкіндіктер береді? Мысалы, виртуалды, зертханалық, онлайн платформалар. Сегізінші, студенттердің өзіндік жұмысы, яғни СӨЖ, мектеп оқушылардың өз сынан несімен ерекшеленеді? ЖО да, СӨЖ да қойылатын негізгі талаптарды атаңыз. Бірінші, өзіндік жұмыстың дидактикалық маңызы. Өзіндік жұмыстың негізгі дидактикалық міндеті оқушының танымдық іс-әрекетін дамыту, оның оқуға деген қызығушылығын, құштарлығын ояту, танымдық белсенділікті арттыру, өз оқушының материалды тереңірек түсінуіне, ойын еркін жүргізуге және жүйелі тұжырым жасауға, машықтануға көмектеседі. Тәуелсіздік пен жауапкершілік. Мұғалімнің тікелей қатысуынсыз орындау оқушыға өз ісіне жауапкершілікпен қарауды, уақытын тиімді жоспарлауды және шешім қабылдауды үйретеді. Шығармашылықты дамыту, ғылыми зерттеу, жобалау, эссе жазу сияқты тапсырмалар арқылы оқушының креативті ойлауы мен ізденімпаздық қабілеті ұшталады. Теория мен практиканы ұштастыру, өз алынған теориялық білімді нақты практикалық міндеттерді шешуде қолдануға мүмкіндік береді. Бұл білімнің беріктігін қамтамасыз етеді. Екінші, өзіндік жұмысты ұйымдастырудың әдістері. Өз тиімді болуы үшін мұғалімге бірнеше шарттарды сақтап, әртүрлі әдістерді қолдануы қажет. Бірінші, деңгейлік тапсырмалар беру. Оқушылардың қабілеттері мен үлгерім деңгейлері әртүрлі болғандықтан тапсырмаларды бірнеше деңгейге бөлу тиімді. Бірінші деңгей репродуктивті. Үлгі бойынша орындау, ережелерді қайталау, жаттығулар, білімді бекіту. Екінші деңгей алгоритмді вариативті, алынған білімді өзгерген жағдайға қолдану, есептерді бірнеше жолмен шығару, білік пен дағдыны дамыту. Үшінші деңгей эвристикалық іздену, өз бетінше ізденіп, қорытынды жасау, шағын зерттеу жүргізу, танымдық қабілетті дамыту. Төртінші деңгей шығармашылық, тақырыпты ғана беріп, мақсатын, әдісін оқушының өзіне қойғызу. Мысалы, жоба жұмысы немесе ғылыми мақала дайындау. Екінші, жұмыс түрлерін әртүрлі ету, өзіні тек жазбаша тапсырмалармен шектемей, түрлендіріп оқыту оқушының қызығушылықтарын арттырады. Яғни, номер, жұмыс түрі, мысалдар, мақсаттар, артықшылығы. Бірінші, жазба тапсырмалар, эссе, конспект, реферат, тілдік дағдылар мен ой қорытындысын дамыту. Оқушының ойлау қабілеті дамиды. Екінші, практикалық тапсырмалар, есеп шығару, тәжірибе жасау, жаттығу, білімді іс жүзінде қолдануды үйрету, қолданбалы дағдылар қалыптасады. Үшінші, зерттеу жұмысы, жоба, баяндама, ғылыми ізденіс, сын тұрғысынан ойлау және аналитикалық қабілет, терең біліммен зерттеу дағдысы дамиды. Төртінші, шығармашылық тапсырмалар, шығарма, макет, постер, сурет, шығармашылық ойлау және өзін өзі көрсету, қызығушылық пен креативтік қабілет артады. Бесінші, топтық және жұптық жұмыс,
талқылау, пікірталас, рөлдік ойын, ынтымақтастық, коммуникация дағдыларын дамыту. Оқушылар бірінен бірі мотивация артады. 6. Сандық онлайн тапсырмалар, вики-парақ, онлайн-тест, интерактивті тапсырмалар, заманауи технологияны пайдалану, оқу процесіне қызықты интерактивті болу. 3. Өзіндік жұмысты ұйымдастырудың дидактикалық шарттары. Өзіндік жұмыстың тиімділігін арттыру үшін мынандай дидактикалық шарттар сақталуы тиіс. 1. Мақсаттылық. Өзінің нақты дидактикалық мақсаты болуы керек. Білімді бекіту, дағдыны қалыптастыру. Ізденіс. Оқушылар жұмыстың не үшін орындалып жатқанын және қандай нәтиже күтілетінін түсінуі қажет. Шамалық, қолжетімділік, көлем. Тапсырманың күрделі оқушының білім деңгейіне, жас ерекшелігіне сәйкес болуы керек. Жұмыс көлемі шамадан тыс ауыр болмауы тиіс. Орындауға берілген уақыт жеткілікті болуы керек. Шамалылықты сақтау оқушының сенімін нығайтады және шаршаудың алдын алады. 2. Жүйелік. Өзінің бір реттік акция емес, оқыту үдерісінің тұрақты және логикалық жалғасы болуы тиіс. Тапсырмалар біртіндеп күрделене беруі керек. Бұл дербестік пен шығармашылық қабілеттің дамуын қамтамасыз етеді. Алдыңғы тақырыптармен және келесі материалдармен байланысты болуы қажет. Келесі даралау, жекелеу. Оқушының және жеке жас ерекшеліктер қабілеті, оқу қарқыны, қызығушылығы ескеріліп, оларға әр деңгейдегі немесе әртүрлі тапсырмалар ұсынылуы мүмкін. Жоғары қабілетті оқушыларға шығармашылық тапсырмалар, ал үлгерімі төмендерге репродуктивті бағыттаушы тапсырмалар беріледі. 4. Өзіні басқарудағы негізгі қызметтері. Мұғалім өзіні тиімді басқаруда бірнеше маңызды рөл атқарады. 1. Жоспарлаушы, ұйымдастырушы. Маңыздылығы. Бұл қызмет өзінің жүйелілігі мен мақсаттылығын қамтамасыз етеді. Мұғалім жұмыстың мазмұнын, көлемін, орындау әдісін, нұсқаулықтарын, бағалау критерийлерін алдын ала анықтайды. Нәтижеге бағытталған оқытудың негізі осы жоспарлауда жатыр. 2. Кеңесші, яғни бағыттаушы. Маңыздылығы. Оқушының дербестігін сақтай отырып, қажетті сәтте көмек көрсету, қиындықтарды жеңуге бағыт беру. Кеңесші ретінде мұғалім дайын жауап бермейді, тек дұрыс бағытты нұсқайды, ресурстарды табуға көмектеседі. Бұл оқушының өз бетінше шешім қабылдау қабілетін дамытады. 3. Мотиватор, яғни ынталандырушы. Маңыздылығы оқушылардың өзға деген қызығушылықтарын арттыру және ішкі ынтасын ояту. Тапсырманың өмірмен болашақ мамандықпен байланысын көрсету. Маңыздылығын түсіндіру, орындалған жұмысты жоғарғы бағалау арқылы оқушының өзіне деген сенімін арттырады. 4. Бақылаушы, яғни тексеруші. Маңыздылығы өзінің сапасын және уақыттылы орындалуын қадағалау. Бақылаушы тек қажеттіліктерді анықтап қана қоймай, кері байланыс береді. Оқушының жетістіктерін атап өтеді. Әділ және объективті бағалау жауапкершілікті арттырып, одан әрі дамытуға ынталандырады. 5. Өзіндік жұмысқа қойылатын негізгі талаптар және тиімділігін арттыру жолдары. Өзға қойылатын негізгі талаптар. 1. Дидактикалық негіздеме, яғни жұмыстың мазмұны оқу бағдарламасына және оқыту мақсаттарына сәйкес болуы керек. Келесі нақтылық пен түсініктілік, яғни тапсырмалардың мақсаты, мазмұны және орындау тәртібі оқушыға айқын және түсінікті болуы тиіс. Келесі дербестік деңгей. Тапсырма оқушының дайын үлгіні қайталап қана қоймай, белгілі бір дәрежеге өз бетінше ойлауын және шешім қабылдауын талап етуі керек. Келесі нақтылық пен түсініктілік. Тапсырмалардың мақсаты, мазмұны және орындау тәртібі оқушыға айқын және түсінікті болуы тиіс. Келесі кері байланыс. Орындалған жұмыс міндетті түрде тексеріліп, оқушыға уақыттылы конструктивті кері байланыс берілуі қажет. Келесі уақыттық реттеу. Әр жұмысқа үшін нақты уақыт берілгені тиіс. Өзінің тиімділігін арттырудың әдістемелік жолдары. Біртіндеп күрделендіру. Қарапайым репродуктивті тапсырмалардан бастап, біртіндеп шығармашылық, зерттеушілік сипаттағы тапсырмаларға көшу. Келесі әртүрлі әдістерді қолдану, тек дәстүрлі тапсырмалармен шектелмей, жобалар, зерттеу жұмыстары, кейс, тапсырмалар,
пікірталастарға дайындық сияқты әртүрлі формаларды қолдану. Келесі оқыту әдістерін үйрету. Оқушыларды өздігінен жұмыс істеу әдістеріне үйрету. Конспектілеу, жоспар құру, кітаппен жұмыс істеу, ақпаратты талдау. Келесі өзара бақылау. Оқушылардың бір-бірін жұмыстарын тексеруін, мысалы, peer review ұйымдастырушы арқылы жауапкершілік пен сыни көзқарасты дамыту. Қазіргі технологияларды қолдану, акт құралдарын, онлайн платформалар, виртуалды зертханалар, білім беру қосымшалары тиімді пайдалану. 6-шы сабақтағы, яғни аудиториялық және сабақтан тыс өзінің салыстырмалы түсініктемесі. Аспект сабақтағы өж, сабақтан тыс өж. Орналасуы сынып, аудитория, оқу залы, үйде, кітапхана, онлайн орта. Уақыты мұғалімнің сабақ кестесіне сәйкес, оқушының өз уақытында еркін түрде басқару. Мұғалімнің тікелей бақылауы мен мұғалімнің араласу, өз дербестік басым түрлері, топтық, талқылау, жаттығу мен есеп шығару. Зерттеу жобасы, эссе, шығармашылық тапсырмалар, онлайн тапсырмалар. Мақсаты белгілі бір тақырып бойынша білімді бекіту, машықтандыру, дамыту. Бағалау дәріс барысында немесе сабақ соңында бағалау. Жеке тапсырма нәтижесі бойынша өзін-өзі бағалау мүмкіндігі. Артықшылығы жедел кері байланыс, топтық жұмыс, дербестік, шығармашылыққа еркіндік, жауапкершілікті арттыру. Шектеулі, уақыт шектеулі болуы қажет. Бақылау өз мотивациясын төмен, оқушы қиындыққа ұшырауы мүмкін. 7-ші акт, яғни ақпаратты коммуникациялық технологиялар құралдарын қолдану мүмкіндіктері. Акт құралдарын қолдану өзінің тиімділігін арттыру үшін және үдерісін заманауи талаптарға сай ұйымдастыруға зор мүмкіндіктер береді. Акт құралды қолдану тәсілі, мақсаты, артықшылығы. Қолдану тәсілі Canva, постер, инфографика, презентация жасау, көрнекі материалдар арқылы білімді меңгеру, шығармашылық қабілетін дамыттырады. Визуалды есте сақтау оңай. Келесі Google Docs, Google Slides, жеке немесе топтық құжаттар, презентациялар жасау, ынтымақтастық және бірлестік жұмыс. Оқушылар бірін-бірінің жұмысын көріп түзету енгізе алады. Келесі Kahoot, Quizzes, онлайн тест, викторина, білу деңгейін тексеру, ойын элементтері арқылы мотивацияны арттырады. Келесі Padlet және Miro, интерактивті тақталар, топтық талқылау, идеялармен бөлісу. Талқылау оқушының белсенділігін арттырады, визуалды ойлауды дамытады. Келесі YouTube немесе YouTube. Оқу видеолар, лекциялар, күрделі тақырыпты түсіндіру. Оқушыларды визуалды аудиториялық қолдауын жақсартады. Келесі Learning Apps, Quizlet, ойын түріндегі жаттығулар, флеш карточкалар, білімді тексеру, бекіту, есте сақтау, оқу процесі қызықты, интерактивті болады. Келесі 8-ші. Студенттердің өзіндік жұмысы, сөж және мектеп оқушылардың өз ерекшелігі. Аспект. Студенттердің өзіндік жұмысы, сөж, мектеп оқушылардың өз мақсаты, теориялық білімді терең меңгеру, зерттеу дағдыларын дамыту. Танымдық белсенділіктерді арттыру, білімді бекіту, дағдылар қалыптасу. Мазмұны ғылыми мақалалар, реферат, жобалық жұмыстар, зерттеу жобалар, жаттығулар, эссе, шығармашылық тапсырмалар, тәжірибелік жұмыс, дербестік. Жоғары студент өз бетінше тақырыпты таңдайды, жоспарлайды, қорытынды жасайды. Орташа мұғалім тапсырмаларды анықтап береді, бағыттайды. Бағалау академиялық стандарттарға сәйкес ғылыми сапаға, аналитикалық қабілетке мән беріледі. Оқу бағдарламасына сәйкес тапсырманың толық және дұрыс орындалуына назар аударылады. Ұзақтығы көбінесе ұзақ мерзімді апталар немесе семестр бойы, қысқа мерзімді сабақ ішінде немесе үй тапсырмасы ретінде. Артықшылықтары: зерттеу дағдылары, сыни ойлау, шығармашылық ойлау дамиды, білімді бекіту машықтар қалыптасады, мотивация артады. Шектеулер: кейде мотивация төмен болса, өзіндік жұмыс сапасын төмен болуы мүмкін. Дербестік аз, кейде шығармашылық қабілет шектеледі. Келесі бақылау сұрақтары.
өзіндік жұмыс дегеніміз не? Және оның педагогикалық мәні қандай? Екінші, оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруға мұғалімнің рөлі қандай? Үшінші, өзіндік жұмыстың қандай түрлері бар? Төртінші, өзіндік жұмыстың формалары қандай және олардың ерекшеліктері неде? Бесінші, өзіндік жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін әдіс-тәсілдерді қолдануға болады. Алтыншы, сабақтағы аудиториялық және сабақтан тыс, сыныптан тыс өзіндік жұмыстың айырмашылығы неде? Келесі жетінші, акті құралдарын қолдану өзіндік жұмыстың тиімділігін қалай арттыра алады? Сегізінші, студенттердің өзіндік жұмысы сөж мен мектеп оқушылардың өз-сының ерекшеліктері қандай? Тоғызыншы, өзіндік жұмысты бағалау критерийлері қандай? Алтыншы, өзіндік жұмысты әртүрлі ету оқушының мотивациясына қалай әсер етеді?